Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы уақыт, сағат, минут және сүйікті ертегілеріміз. Бүгінгі сабақта сендер осы ұғымдарды қайталайсыңдар және бір сағатта қанша минут барын білетін боласыңдар. Өткен сабақта балалар біз сендермен жыл мезгілдері және айлармен танысқан болатынбыз. Қазір балалар жұмыс дәптерлерінің 23-ші бетін аша қойыңдар. Қолдарыңа қарындаш алыңдар. Бірінші тапсырма. Бос орынға тиісті айларды сызып қос дейді. Балалар неше жыл мезгілі бар? 4. Соларды атаңдаршы. Қыс, көктем, жаз, күз. Бір жылда неше ай бар? 12. Бір жыл мезгілінде неше ай бар? 3. Ал балалар қарындаштармен мына айларды сол жақ жоғарғы бөлігінен бастап қосып шығыңдар. Ал сендер тиісті жерлеріне сызып қостыңдар деп ойлаймын. Желтоқсан қараша айынан кейін, қазан қыркүйек айынан кейін, мамыр сәуір айынан кейін, тамыз шілде айынан кейін және наурыз бізде ақпан айынан кейін кездеседі екен. Енді балалар оқулығымыздың 44-ші бетіне назарымызды аударайық. Сендерге алдарында циферблат берілген. Балалар, біз минутты ондықтармен санаймыз. Сағатта минуттық тіл сағаттық тілден ұзынырақ болады. Және біз сендермен оны минуттық тілді қызылмен, сағаттық тілді көк түспен белгілеуді үйрендік. Балалар, бір сағатта 60 минут бар. Және көріп тұрғандарында балалар, бізде 10, 20, 30, 40, 50, 60 минут деп көрсетілген. Ал енді балалар, назарымызды номер 1 тапсырмаға аударайық. Неше минут өтті? Бірінші суретте 10 минут, екінші суретте 20 минут. Келесі балалар, номер 2 тапсырмаға аударайық. Сағаттарға қарап, уақытты айт. Қолдан жасалған сағат моделінің минут тілін айналдыр. Уақытты сағат және минутпен ата. Ал атап шығамыз. Сонымен, бірінші суретте 2 сағат 10 минут. Келесі 3 сағат 30 минут. Үшінші суретте 2 сағат 50 минут. Және соңғы суретте 4 сағат 20 минут. Сендер дұрыс таптыңдар деп ойлаймын. Келесі балалар, дәптеріміздегі 2 тапсырмаға аударайық. Ол үшін сендер қызыл және көк қарындаш алыңдар. Минуттық тілін қызыл қарындашпен бояндар, ал сағаттық тілін көк қарындашпен бояндар. Содан кейін бос өргөздерге уақытты жазыңдар. Жазып болсақ, тексерейік. Сағат 1. Келесі сағат 2. Ал соңғысын өздерің жазыңдар. Келесі балалар, назарымызды 3 тапсырмаға аударайық. Есептердің қысқаша жазылуы мен сұлбасын тап, оларды шығар дейді. Ал А тапсырмасы. Әлия 6 қазақ халық ертегісі мен 4 орыс ертегісін оқыды. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды? Сонымен балалар, Әлия қандай ертегілер оқыды? Қазақ халық және орыс ертегісін. Қазақ халық ертегісін қанша оқыды? 6. Ал орыс халық ертегісін ше? 4. Есеп бізден не сұрайды? Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыған сұрайды.
Ал енді төмендегі сұлбалар мен қысқаша жазылуға қарап айтыңдаршы, бұл есепке қайсысы сәйкес келеді? Сендер дұрыс анықтадыңдар деп ойлаймын. Ал енді бұл сұраққа жауап беріңдерші, балалар. Ол қанша қазақ халық ертегісін артық оқыды? Оны табу үшін не істедіңдер? 6 мен 4-тің айырмасы 2-ге тең. Ол 2 қазақ халық ертегісін артық оқыды. Келесі тапсырмасы. Сырым 10 халық ертегісін оқыды. Оның 4-еуі орыс, ал қалғаны қазақ халық ертегісі. Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыды? Сонымен, Сырым барлығы неше кітап оқыды? 10 кітап. Қандай кітаптар оқыды? Орыс және қазақ халық ертегілерін. Орыс ертегісін нешеуін оқыды? 4-еуін. Есеп бізден не сұрайды? Ол қанша қазақ халық ертегісін оқыған сұрайды. Балалар, мына есепке қай сұлба сәйкес келеді? Қай қысқаша жазылу сәйкес келеді? Сендер дұрыс анықтадыңдар деп ойлаймын. Балалар, сендердің сүйікті ертегілеріңді айтып бере аласыңдар ма? Ертегілер өте қызықты, иә? Жануарлар туралы, тұрмыс салт туралы ертегі, батырлар туралы ертегілер оқуға болады. Әр ертегінің өзінің тәрбиелік мәні бар. Келесі, балалар, сен зерттеушісің. 4-ші тапсырмаға назарымызды аударайық. Сандарды таңдап, мәні 9-ға тең болатын мысалдарды құрастыр дейді. Бірінші бағандағы сандардан қандай құрастырамыз? Мысалы, 3 пен 6-ның қосындысы 9-ға. Дәл солай қалғандарын өздерің құрастырып шығыңдар. Балалар, сендер дұрыс құрастырғандарына сенімдімін. Осымен математика сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңа рахмет. Сау болыңдар.